Абьюз неден басталады? Бағаламау дегеніміз не? Сенің даусың біртүрлі бір абьюздің белгілері. Сен толып кетіпсің. Бұл ересек адамның позициясы емес. Эмоционалды әткеншек дегеніміз қазір 21 ғасыр. Кітаптар да, курстар да көп. Барлықтарыңызға сәлем. Мен абьюз тақырыбын бастағым келіп отыр. Орыс тілінде де осы тақырыпты көре аласыздар. Абьюз дегеніміз ағылшын сөзі, аудармасы біреуге жаман қарым-қатынас көрсету, қорлау, зорлық-зомбылық көрсету, және де бұл эмоционалды, психологиялық, физикалық, немесе қаржылай, тіпті сексуалды форматтағы зорлық-зомбылықтың болуы мүмкін. Негізінен абьюз сөзі өте қорқынышты сезімдер тудырады. Себебі абьюз адаммен сөйлесу кезіндегі қарапайым қадірін түсіруден, құнсыздандырудан басталады. Бұл назар аударатын кішкентай қызыл жалаушалар. Біз өзіміздің жұбымызға, серіктесімізге оның қылығын абьюзерлік деп айтсақ, әрине бұл адамды шошытуы мүмкін, және өзі туралы көрініс үлкен әрі қатыгез болып көрінуі мүмкін. Негізінде бұл жерде абьюз дегеніміз не екенін нақтылы білу өте маңызды. Басқа бір адаммен қарым-қатынасқа енді түскен кезде, әрине әрқайсысы өзінің жақсы жақтарын ғана көрсетеді, және бірден адамның астарын, көлеңке жағын байқау өте қиын. Мысалы, сізді сұхбатқа шақырған басшы, интервью, өзінің мінезін бірден көрсетпейді. Себебі оның ең бірінші мақсаты мекеменің, компанияның барлық міндеттерін орындайтын адамды табу. Серіктесіңізді кездестірген кезде де, сіздің серіктесіңізге де жұбын табу мәселесі қызық. Абьюз ұсақ дау-дамайлар, келіспеушіліктер басталған кезде тартысты жағдайларда басталады. Осының барлығы кішкене ғана ашуланудан басталуы мүмкін. Мысалы, бұл басқа бір адамды өзгертуге ұқсайды. Бұл дегеніміз сәйкес келу керек белгілі бір көрініс пен талаптың болуы туралы. Бірақ бұл көріністер мен талаптар бастапқы кездесулерде айтылмайды, және талқыланбайды да. Және де ең бірінші назар аударатын белгі бұл маңыздылықты төмендету. Обесценивание орысша айтқанда. Құнсыздандыру дейміз ба. Негізінен бұл қамқорлық сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл қайталана берсе, теріс қарым-қатынастың белгісі болуы мүмкін. Егер сіздерге қызық болса, барынша лайк басып, жазылып отырыңыздар. Себебі бұл шығарылымды түсіру үшін мен көп жұмыс, көп күш еңбегімді салудамын, және мен еңбегім бағаланбай қалғанын қаламаймын. Бұл өте ауқымды жұмыс, және мен сіздердің қолдауларыңызды көргім келеді. Рахмет. Бағаламау дегеніміз не? Бұл, мысалы, мекемені бағаламау былай естілуі мүмкін. Мекемедегі бағаламау, құнсыздандыру. Сендер барлықтарың ақымақсыңдар, қайдан білім алғансыңдар, не үшін еңбекақы алып жатсыңдар, қалайша үйлерінде тыныш ұйықтай аласыңдар, жандарың ашымай ма, қызметкерлердің айлықтарын ойламайсыңдар ма, компанияда қаншама мәселе тұрғанда қалайша бұлай тыныш жүре бересіңдер деген сияқты айыптау сөздерін басшыдан ести аласыз. Бұл да бір абьюздің белгілері. Бұл жерде айлықтың қызметкерлерге тәуелді деген сияқты үлкен жауапкершіліктің жүктелуін көруге болады. Немесе не үшін айлық алатын туралы бұл ересек адамның позициясы емес. Қарапайым жұмысшы қызметкерлердің айлығына жауап бере алмайды. Жауап беру үшін де жұмысқа тұрған емес. Егер де психологиялық ересек адамдай дұрыс айтсақ, мекеме үшін
басшы жауапты. Қызметкерлер мен тек лауазымдылық міндеттерін ғана орындайды. Егер де жұптар арасында абьюз туралы айтатын болсақ, сен жеткілікті түрде жақсы емессің, сен мені сыйламайсың, сенің дене бітімің сүйкімсіз, сенің даусың біртүрлі, сенің аяқтарың қысқа, сен дамымайсың, сен табысты емессің, сен менімен тең емессің, сен үйде балалармен отырып қараңғы болып кеткенсің, қараңғы болып баратсың, сен әлгі адамдай емессің дегендерді жиі естуге болады. Және әйел адам керісінше серіктесіне осыған ұқсас сөздер айтуы мүмкін. Сондықтан да бұны тек ер адамдар әйелге айтады деп ойламаңыздар. Егер де осының барлығын дұрысынан талқылайтын болсақ, онда бұл бір серіктестің екіншісіне қатысты түрі қандай болу керек, өзін қалай ұстау керек, не айту керек деген сияқты үлкен бір күтілімі болуы мүмкін. Яғни екінші адамның қандай болу керектігі жайында белгілі бір көрінісі бар екенін көруге болады. Бұл ересек адамның позициясы емес, бұл ересек адам сияқты бірақ серіктесінің бірден өзгеруін талап ететін және жер тепкілейтін инфантильді позиция. Таныс па осындай жағдай? Ондай болса лайк басып қойыңыздар, мен әрі қарай жалғастыра берейін. Бұл кезеңде кері соққы бере алу, қарсы тұра алу, өзіңді қорғау немесе келіспейсіз деген фактілерді келтіру сіз үшін не қолайлы екенін айту, мен қысым көрсетіліп тұрғанын сезіп тұрмын, келісіп алайық деген сияқты формулалармен сөйлеу өте маңызды. Егер де сіз мекемеде сізді естімейтініңізді байқасаңыз, бұл компанияны ауыстыру туралы ойландыратын белгі деп ойлаймын. Бұл абьюз тек серіктес жұптардың арасында ғана емес, бұл таныстардың, әріптес, дос, мұғалім, көрші, туыс, кім болмаса да абьюзер болуы мүмкін. Сондықтан да жәбір көрушінің орнында кез келген адам болуы мүмкін. Егер де көрші жайында айтатын болсақ, бұл тыным бермейтін, сізді үйіне зиян келтірді деп кінәлайтын, тыныш өмір сүруіне кедергі келтіретін деп, ұйқысының қанбауының себебі деп, дұрыс жүрмедіңіз, дұрыс тұрмадыңыз, есікті дұрыс жаппадыңыз, жалпы өте көп негізсіз фактілерсіз кінәлауы мүмкін. Абьюзер мұғалім жеке басының басқара алмайтын сезімдері үшін де оқушының мазалауы мүмкін. Бұл мұғалімдер туралы айтатын болсақ. Баланың қорғаусыз екенін көрген мұғалім әртүрлі айлалар жасап, балаға психологиялық қысым көрсетуі мүмкін. Ол мысалы ата-ананың қосымша сабақтардан бас тартуынан белгілі бір сыйлықты сыйламауларына және тағы да сол сияқты жайттарға ашулануы мүмкін. Бұл жерде мен мұғалім мамандығы жайында жаман айтқым келіп тұрған жоқ. Тек жағдайдың әртүрлі болуы мүмкін екенін көрсеткім келеді. Психологиялық қысымның тек жанұя ішінде ғана емес, үйден тыс жерде де болуы мүмкін екенін айтқым келеді. Яғни екінші пунктіні қорытындылай келе, абьюзер кез келген адам болуы мүмкін. Көрші, туыс, серіктесіңіз, дос, таныс, әріптес. Біздің қазақтың мәдениетінде жиі енесінің келініне айлығын талап ету арқылы, оның жүріс-тұрысын сынау арқылы, шайды дұрыс құймады, оливьені дұрыс жасамады, тағы басқа барлық жерде сондай нұсқаулармен келіні дұрыс емес деген қысым бар көріністі көре аламыз. Зорлықтың осындай түріне қарамастан, келіні барынша енесіне табынуы керек сияқты. Сондай-ақ достардың арасында да сұраусыз сіздің өміріңіз, өзіңіз, жүріс-тұрысыңыз жайында айтатын және оны бағалайтын абьюз түрі де
болуы мүмкін. Мысалы, саған бұл көйлек жараспайды, саған сол адамдармен араласпаған жөн, сен толып кетіпсің, сен үнемі кикілжің жағдайларға тап боласың, сен қалжыңдай алмайсың деген сияқты көп сөздерді ести аламыз. Арасынан өзіңіздің де айналаңыздағы біреуді тануыңыз мүмкін. Ал қазір психологиялық абьюзге тоқталғым келіп отыр. Ол қарым-қатынастың басында болады. Бұл жиі таңыз эмоционалды әткеншектер, эмоциональный качели дейміз, шекараның бұзылуы, бақылауда ұстау, қызғаныш, қос стандарттар, эгоцентризм болуы мүмкін. Әрі қарай баратын болсақ, жоғарыда айтылғандардың ішінен қайсысы бірі сіздің өміріңізде болып жатқанын байқауыңыз мүмкін. Эмоционалды әткеншек дегеніміз қысымның болуы, барлығы жақсы сияқты, бірақ ең соңында сізге ешбір негізсіз қорлайтын сөздер, сөгіс, сын айтылуы мүмкін. Сол сияқты сізді басқалар сияқты емессіз деп басқа бір адамның әлеміне қызмет көрсету керексіз деп кінәлауы мүмкін. Бақылауда ұстау дегеніміз сізді үнемі көзден тайдырмау, 24 сағат сізден есеп беруді талап ету, сізден өткен өміріңіздегі не болғанын толықтай айтуды талап ету, өткен қарым-қатынасыңыз жайында мысалы және солармен осы күндерде манипуляция жасау. Бұл жеке шекараны бұзу болып табылады, себебі өткен шақ өтті. Ол жерде тек сөнген энергия. Ол жерге қайтып бару мүмкін емес. Бірақ абьюзер барлық болған жайтты осы күнге тартуы мүмкін. Сізді алдыңғы серіктесіңізбен өзіңізді қалай ұстадыңыз, солай ұстамайсыз. Қазіргі серіктесіңізбен дұрыс қуанбайсыз, немесе дұрыс өмір сүрмейсіз, және тағы басқа осындай сөздерді айтуы мүмкін. Қызғаныш туралы. Сіздің қазір өмір сүруіңіз үшін кедергі болатын телефон контактілерін жою туралы негізсіз талаптар, басқалармен араласуға тыйым салу, байқаусыз сізге бірдеңе айтады деп немесе дұрыс қарамайды, және жаныңыздан өткеннің барлығына реакциясы бар. Яғни осының барлығы қызғаныш формасындағы қысым тудыруы мүмкін екенін байқауыңыз мүмкін. Енді мен өзімнің консультациямда кездестіретін кейбір әйелдердің абьюзерлердің іс-қимылын барынша ақтайтын сөздер жайында айтқым келіп отыр. Мысалы, ол былай болуы мүмкін. Оның ішінде екі түрлі адам бар. Ол негізі мені ренжіткісі келмейді. Немесе ол жай өзін ұста алмайды. Менің ойымша оған мен жасайтын нәрсенің ешқайсысы ұнамайды. Немесе ол мені бірнеше рет шошытты, бірақ балаларды ешқашан ренжіткен емес. Немесе ол керемет әке. Бірінші ол мені балағаттайды, ал бір сағаттан соң оған жыныстық қатынас керек. Ол мені жақсы көреді. Осы фраза үлкен кішкене өтірік атты басты рөлде Николь Кидман ойнайтын фильм фрагментті еске түседі. Ол да күйеуі жайында осылай айтады. Ол мені шошыта алады, балаларды да шошытады, бірақ дегенмен кейін бізде керемет жыныстық қатынас болады. Егер де уақыттарыңыз болса, міндетті түрде осы киноны көре аласыз. Оның күйеуінің қалай абьюзер ретінде өзін көрсететіні туралы. Яғни ол өте табысты, олар өте әдемі үйде тұрады, үйде барлығы мінсіз, әдемі, таза әйелі, өте әдемі, балаларының киімі түгел, тамағы жоқ, барлығы тамаша, шеттен көрген адам үшін бұл фильмде режиссердің әдемі картина көрсеткенін байқаймыз, бірақ дегенмен осы әдемі картинаның ішінде кикілжің мәселе бар. Және режиссер абьюздің қалай дамитынын осы кинода көрсетеді.
Николь Кидман дұрыс емес бір зат бардай сезімдермен жүреді, бірақ бұл керемет жыныстық қатынаспен тұншықтырылады. Соның арқасында барлық жанжал жойылып, жаңа өмір басталады. Фильмдегі басқа кейіпкерлермен жақындасқан соң Николь Кидман басқа жақтан жалғыз басты ананың абьюз туралы бастан кешкен әңгімесін ести бастайды. Сол кезде өзінің де өмірінде де ұқсас жағдай орын алып жатқанын байқай бастайды. Барлығын толықтай айтпай-ақ қояйын, бірақ уақыттарыңыз болып жатса көріңіздер, ал мен тағы қандай ақтау сөздер еститінімді айтайын. Әйелдер былай айтады: ол жұмыстан шаршағандықтан өзін өзі ұстай алмай қалады. Ол өзін солай қорғансыз сезінеді, себебі ата-анасыз өскен, оның ата-анасы оған қатал болған. Сол себепті ол барлық әйелдерді жек көреді, әйел затына ренжулі, және сол реніш ақысы менен алады. Сондай сияқты түрлі сөздерді естуге болады. Немесе егер адам оның алдыңғы қарым-қатынасы жаман болған, сол себепті солай қорғанады, ол оның қорғаныс механизмі деп айту мүмкін. Менің ойымша бұл ақтау сөздері қандай болатыны туралы көп айттым. Бұл жерде мен бірден чемоданды жинап қош айтысуға шақырмаймын. Мұны сіздердің осы сөздерді танып үйренулеріңіз үшін, олар туралы экологиялық формада айтуды үйренсін деп басқаша араласып әрекеттесу үшін айтып отырмын. Әрқашан осыны естіген сайын жәбірленуші, бұл жертва, осыған сене бастайды және өз істеріне күмәндана бастайды. Кез келген адам депрессияға түсуі мүмкін, бұндай жағдайда жабылып қалуы мүмкін. Немесе осының барлығынан үлкен ыза жиналып, кез келген уақытта бомба тәріздес атылуы мүмкін. Мен ашуды тарқатуды және оны ешкімді кінәламай, тек өзіңіз жайында немесе өз сезімдеріңіз жайында ғана айтуды қолдаймын. Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ дабыл қоңырауларына өтейік. Кездесудің алғашқы кездерінде абьюзер ережеге сай өте әдемі көңіл бөледі. Жақсы тырысады. Екеуіңіз бір-біріңізге жақсы келетіндеріңізді соны айту мүмкін. Психолог ретінде бір күн ішінде бір кездесуден кейін мұндай бағаны айту өте қиын. Себебі бұл жай ғана танысу, сіздер өздеріңіз жайында ғана айтасыздар, бір-біріңізбен танысасыздар. Сіздер жай ғана сөйлеріңіз мүмкін, мысалы музыкадағы қызығушылықтарыңыз сәйкес келуі тамаша дегенде. Өкінішке орай өзін дұрыс танымайтын әйел басқа адамдар қиялға беріліп бастары айналып қалуы мүмкін. Дәл осы кез абьюзер үшін, оның манипуляциялары үшін жақсы жем. Үнемі сенің жаныңда болғым келеді деген фраза бар. Бұл мәлімдеме үлкен қарсылықты тудырады, себебі бұл жабысқақтыққа, бірігіп кетуге, симбиозға сілтемедей сезіледі. Мүмкін бірінші танысқаннан бір-біріне тиесілі екенін сезіп, бірден үйленіп алған сәтті оқиғаларды жақсы еститін шығарсыздар. Бірақ әрине бұл деген тамаша, бірақ негізінен бұл назар аударатын заттарды бөліп қарастыратын жайт. Және мен сен үшін барлығына дайынмын деген фраза бар. Сөзбен кімге неге дайын екенін бағалау өте қиын. Біріншіден, бұл теорияны тексеру үшін уақыт керек. Екіншіден, адамның әрекеттерін бақылау қажет. Себебі қазіргі таңда желіде басқа бір адамның назарын аударту үшін, немесе тіке айтқанда төсекке тарту үшін әртүрлі техникалар мен әдістерді
қолданып, арнайы түрде сөйлеп, кез келген ер адамды немесе әйел адамды қаратып алуды үйрететін көптеген курстар бар. Сол себепті қадірменді қыздар, ер адамдар, шектен тыс беріліп кеткен моменттер, негізсіз көп мақтаулар болса, теріс бірігу болған кездерге назар аударыңыздар. Және әйел адам немесе ер адам сізді осыған дейін кездескен адамдарға ұқсамайсыз деуі мүмкін. Сіз бірінші осындай жақсы қарым-қатынас көрсеткен немесе басқалар оны түсінбеген деп айтуы мүмкін. Және тура осы кезде серіктесіңіздің алдында ерекше болып көріну үшін, өзіңіздің басқалар сияқты емес екеніңізді дәлелдеу үшін, өзіңіздің күшіңізді арттыру сезімі пайда болуы мүмкін. Тағы бір көбінесе ер адамдар, енді сен жұмыстан кетсең болады, менің ақшама өмір сүреміз деп айтуы мүмкін. Немесе сен маған бұл лауазымды алу үшін емтиханға дайындалуға көмектесемін деп айтуы мүмкін. Міне осы соңғы екі фраза өте мейірімді және қамқорлық сияқты естілуі мүмкін. Бірақ қазір мен абьюз тақырыбында сізді басқару үшін, сіздің әлеміңізді басып алу мақсатында жасалатын манипуляциялар туралы айтып жатырмын. Әрине біздің мәдениетімізде көптеген ер адамдар өзінің жұбының қаржылай қамқорлығын өздеріне алады, және көптеген отбасыларда қыздарға ер адам қаржылай жауапкершілікті өзіне көбірек алсын деп тәрбиелейді. Егер де бұл екі жақты келісіммен болса, өте жақсы. Бірақ тағы қайталап кетейін, маған осыған қатысты айыптауларыңыз болмасын, себебі мен абьюз тақырыбына қатысты айтып отырмын барлығын. Білесіздер ме, абьюзер үнемі қатыгез болып көрінбеуі мүмкін. Осыған назар аударсаңыз деп едім. Кейде ол қоғамда тыныш, момын адамдай көрінуі мүмкін. Және маған бірден Майкл Джексон ойыма келеді. Осы кезде мені оның жанкүйерлері кешірсін, әрине, мен кепілдік бере алмаймын қандай адам екеніне, және барлық шындықты да білмеймін, бірақ жалпы бейнелесек, зорлық-зомбылық фильмнің бастан аяғына дейін көрсетіледі. Бұл Neverland деген кино. Әрине, егер фильм әншінің өлімінен кейін басқа қатысушылардың атақтарын шығару үшін және ақша үшін түсірілмесе, бұл фильмнен ешбір жанды ренжіте алмайтын періштені көреміз. Бұл жай ғана мысал, сіздердің абьюзер деген қатыгез адам емес екенін стереотипке үнемі сәйкес келе бермейтінін түсінулеріңіз үшін айтып отырмын. Бұл сырт келбетінен тыныш, кей кезде тіпті көзге көрінбейтін адамдай болуы мүмкін. Дабыл қоңырауларын жалғастырамыз. Біз ол адамдардың алдыңғы серіктестері жайында дөрекі сөздер айтатынын, шағымдарын, олардың қандай жаман адам болғаны туралы айтатындарын байқауымыз мүмкін. Мұндай адамдарды көріп кездестірген боларсыздар, ал келесі қоңырау ол тікелей сізге қатысты қарым-қатынасты болуы мүмкін. Сізді кемсіту, айтылған ойыңызды мазақ етіп, бөтен адамдардың көзінше дөрекі сөйлеп, мысқылдауы мүмкін, және өте көп салыстырулар болады. Сіз ондай Геракл емессіз, немесе басқа біреу сияқты әйел құдай емессіз дегендей, бұл абьюзердің қиялы әрине. Тағы бір қоңырау, ол сізге міндетсінгендей болу. Жарайды, сен үшін жасайын. Окей, солай-ақ бола берсін, билетіңді төлейін дегендей сөздер. Кей кезде сұрамай сізге өте көп себепсіз және табанды түрде сыйлықтар жасауы мүмкін. Тәуелді болып қалуыңыз үшін әрине. Сіздің орныңызға кейбір міндеттерді орындауы мүмкін. Осылайша адам біртіндеп өзіне деген сенімділікті жоғалта бастайды. Егер ауырып қалса, бұл адамсыз үйден шыға алмай, қандай да бір керек затты сатып ала алмай қаламын деген сияқты сезімдер пайда болуы мүмкін. Яғни қоғамнан толықтай алшақтап, серіктесіңізсіз
өмір сүре алмаймын деген ойларға алып келеді. Міне осы барлық міндеттемелер кейін жәбірленушіге қарсы қолданылады. Яғни мен сен үшін қаншама істер жасадым, ал сен қайырымсызсың дегендей. Тағы бір қоңырау ол бақылауды ұстау. Мысалы, бірінші кездесулер үнемі көңілді болуы мүмкін, алдын ала жоспарлануы мүмкін, сіз оған мәз боласыз, киноға апарады деген сияқты алдын ала жоспарланған керемет болып көрінуі мүмкін. Бірақ кейінірек қыз бала байқауы мүмкін. Ер адам қыз баланың нені қалайтынын мүлдем назар аудармайды. Барлығын тек өзінің қызығушылықтарына қарай таңдап, өзі ғана шешеді, жоспарлайды. Егер қыз бала онымен келіспесе, ер адам ашулануы мүмкін. Тағы бір қоңырау. Бақылаудың тағы бір елемей басталатын мысалы, ол ең басында айтқандай сіздің киіміңізге немесе сырт келбетіңізге қатысты ескертулердің басталуы. Яғни жеткілікті түрде көз тартарлық емессіз, немесе тым ашық киім кидіңіз деген сияқты, тағы сол сияқты. Сондай-ақ сіздің отбасыңызға немесе достарыңызбен құрбыларыңызға қатысты негативті көзқарастарды айтуы мүмкін. Уақытты өзіне көбірек бөлуге, қысым көрсетіліп немесе жұмысыңызды көбірек айлық төлейтін жұмысқа ауыстыруға қысым көрсетілуі мүмкін. Өміріңізде болып жатқан жайттарға қатысты өте көп кеңестер айтылуы мүмкін, және айтылған кеңестерді елемесеңіз шыдамсыздық танылуы мүмкін. Және тағы бір жайт, ол ешқашан ештеңеге кінәлі болмайды. Дұрыс бірдеме болмаса, ойдағыдай болмаса, ол оның кінәсі емес. Бұл жұлдыздар, жапырақтар, ауа деген сияқты кінәлі себепшілер табылады. Бұл әткеншектің бастамасы. Сіздің шыдамдылығыңызды әр қалай пайдалануға болады. Ал сіз жарылған кезде сізді ақылсыз қылық көрсететініңіз деп кінәлауы мүмкін. Тағы да бір жағдайларда ер адам немесе әйел адам ақша жоқ деп шағымданып, барлығы жарамсыз және тез арада ақша керек деп сол арқылы, серіктесі арқылы ақша алып, ең жағымсызы алған ақшамен бірге адам жоқ болып кетуі мүмкін. Тағы да бір қызыл жалауша, ол эгоцентризм. Бастапқыда бұл бірден көрінбеуі мүмкін. Бірақ егер құлақ салсаңыз, сіз тек сол адам жайында ғана естисіз. Яғни сізге қатысты қызығушылық танытылмайды. Бұл жерде егжей-тегжейлі айтпай-ақ қояйын. Себебі бұл тұлғаның нарциссттік ауытқуы болуы мүмкін. Тағы да бір маркер, ол есірткі, алкогольді, психотропты заттарды қолдану. Олардан кейін адам өте қатыгез болып кетеді және өте жаман мінез құлықты көрсетеді. Оған мысал, рэп әнші Гуфты алсақ болады. Қызықты әдемі әйелдер оның жанында біртіндеп жәбір көріп, тұлға ретінде жойылып, мұндай қарым-қатынастан бастарын әрең алып қашады. Әрине, мұндай адамдар көптеген нәрселерге үміттенуі мүмкін. Тағы да бір пункт, бұл жыныстық қатынасқа екінші адамның ықыласы болмаса да итермелеу. Абьюзер тек жыныстық қатынасты махаббаттың дәлелі деп қоймай, сізді бұған мәжбүрлейді. Келіспеген жағдайда мұны үлкен дауға айналдырып жіберу мүмкін. Тағы да пункт, назар аударыңыз, егер серіктесіңіз ұзақ мерзімді қарым-қатынасқа бірден ауып кетсе, бұл не деген сөз? Көбіне біз жауапкершілік алуға дайын емес ер адам көрінісін жиі кездестіреміз. Ал мына кезде әйел адам, отбасы жайында айтуға қорықпайтын серіктесті кездестірдім-ау деп жеңілдеп қалса болады. Бірақ егер ол өзіне сізді жақсырақ және жақынырақ тануға уақыт бермей, ортақ болашақты жоспарлауға кірісіп кетсе, абай болыңыз. Бұл оның сізді тез арада орап, өзінің шкафына тығып қойғысы келетіні туралы білдіру мүмкін. Бұл жайттардың болуын бәсеңдету өте маңызды. Егер ол сіздің қалауларыңызға сый құрметпен қарамаса, онда сізді келешекте проблемалар күтіп тұр деген сөз. Видео созылып кетпес үшін қысқаша
абьюздердің маркерлары туралы айтып кеткім келіп отыр. Мысалы, ол ашуланған кезде тым жақын келеді сізге, саусақтарын сіздің бетіңізге тигізеді, сізді түртіп итеріп жолыңызға тұрып алып, немесе сізді жібермей ұстайды. Ол сізді тыңдатуға тырысудамын деп айтады. Жұдырығын сермеп сіздің үстіңізден төніп тұруы мүмкін. Жоғарыдан сізге айқайлауы мүмкін, немесе кез келген сіздің шошып, немесе сізді қорқыныш сезімін тудыруы мүмкін. Мені ашуландырмаған жөн дегендей, немесе кіммен байланысқаныңды білмей тұрсың ба дегендей сөздерді келтіруі мүмкін. Ол машинаны қауіпті немесе жоғары жылдамдықта айдай бастайды. Ол қабырғаны ұрады немесе есікті тебеді. Ол заттар сізге тимесе де лақтыруы мүмкін. Сол стандарттарды қолданады. Әйел адамдарға нашар қарым-қатынас көрсетеді. Ол бөтен адамдардың көзінше өзін сізбен басқаша ұстайды. Сондай-ақ абьюзерлер осал тұстары бар әйел адамдарға назар аударады. Сіздің жасыңыздың тым кіші екенін көріп, сізді басқару мүмкін, немесе қоғамдағы статусыңыздың үлкен айырмашылығы болса, және өмір сүру салтындағы айырмашылықта өте үлкен роль болса, өзіне жақсы көріп қарасын деп, әйел адам оны мақтап, үлкен бір ұстаз немесе тәлімгер ретінде қарап, соның арқасында өзінің көшбасшы ретінде сезініп, билікті сезінуі мүмкін. Қазір 21 ғасыр. Қазір әртүрлі қарым-қатынастар туралы баяндайтын, өзің қалай қорғауға болатыны және мұны қалай тануға болады, соның барлығы туралы кітаптар да, курстар да көп. Сондай-ақ адамдар қазір терапияға барып, қарым-қатынастарын талқылай алады. Мен бұл тақырыпты әлі де жалғастырамын уәде еткендей, ал қазір сіздермен қоштасамын. Осы видеоны көріп отырған барлықтарыңызға айтатыным, сіздермен барлығы дұрыс, және кез келген адам өзінің өмірінде абьюзивті қарым-қатынасты басынан кешіреді, өткізеді деп ойлаймын, және ешкімде бірден мінсіз қарым-қатынас болған жоқ. Егер де сізге жеке талқылау қызықты болса, онда келіңіздер, сессияға жазылыңыздар. Міндетті түрде сіздің өміріңізде не болып жатқанын және өзіңізге, басқаларға деген қарым-қатынасты қалай өзгертуге болады және өміріңізді қалай сапалы етуге болатынын бірге зерттейміз. Сол себепті мен сіздерді қуана күтемін. Егер сіздерге осы видео ұнап жатса, мен каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, таныс адамдармен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.